Намазың өзің үшін, оразаң өзің үшін, құлшылығың өзің үшін, садақаң өзің үшін. Бізге қоғамның бірлігі, ынтымағы керек. Намаз оқығандар бүйтіп жүрмей ақ қойыңыздар. Намаз оқимын деп. Ана жақта қабыл емес шығар, білмейміз ғой. Имам Ахмад айтады, түні бойы тахаджуд оқып дейді, түні бойы тахаджуд оқып, күндіз елдің ішінде бүйтіп жүргенше дейді, түні бойы ұйықтап, күндіз дейді, бүйтіп жүрген жақсырақ дейді. Бишара болып дейді. Өйткені түні бойы намаз оқыған адам бүйтіп мақтанып бастайды. Көп адам мына құлшылығымен, сауаптарымен мақтанады ғой. Бұл жақсы нәрсе емес. Бұл қағида бар, мынандай ереже. Адам құлшылығымен мақтанса дейді, күнәсінің көптігінің дәлелі дейді. Құлшылығымен мақтанса біреу, мен 17 рет Меккеге барғам, 64 рет қой сойғам дегендерді айта берсе дейді, оның күнәсінің көптігіне дәлел болсын дейді. Мақтанбаңыз, жасырыңыз. Ата бабаңыз жасырған ғой өзі. Садақа бергенде де бүйтіп орап береді біздікілер. Сол молда отырады, ашамай жағын үшін түйіншек не салды деп 2 күн бойы. Солай. Сондықтан да жасырып істеген жақсы болады. Садақаны, қайырыңызды ешкім білмесін. Құдай біледі, өзі тауып алады, болды.